Тасқала деген бұл жинаққа жазушының 3 повесі 20 әңгімесі енген. Бірінші «Жер аңсаған саратан», екіншісі «11 күз», үшіншісі «Босаға» деп аталады. Босағаның өзі 3 бөліктен тұрады. «Жер аңсаған саратанға келсек, бұл повес маған қатты әсер етті. Қатты әсер ететін себебі ел мен жерді сүюді, ата мекенді, құтты қонысты дәріптеуді насихаттайды, соған шақырады оқырманды. Шығарманың кейіпкері Есберген өте күрделі құбылыс, мінезді адам. Қожықты 10 жасынан асырап алады. Біраз жылдан кейін өзінің отбасынан толық айырылып, бұлар елге оралмақшы болады. Алтай тауларының биік жоталарынан төмен қарай Көгілдір тауға қарай беттеп жолға шықпақшы болып жатқанда, Қожық үйге еңіреп жылап келеді. Аға, көк қасқа аунап ер сыныпты, мен жайда қалдым, тастап кетесіз бе? Мен мына жерде қалғым келмейді деп жылайды. Бірақ Есберген Қожықты тастамайды. Екеуі жолға шығады. Ұзақ жол жүреді. Жарты жолға келгенде ағалап артынан шауып келе жатқан Қожықтың даусына тоқтайды. Аға, мен ойландым. Осы жерде ойымды айтайын. Сөйтіп, осыдан біраз жыл бұрын, әкем өлерден біраз бұрын, метрейдің үйіне келген орыстармен арақ ішіп, әкем картадан ұтылып, етігін, ерін тігіп, дымсыз қалған еді. Сонда жылап отырып, әкем ерден айырылдым, жайдақ болдым, етіктен айырылдым, маймақ болдым, жерден айырылдым, бейбақ болдым. Арзымас бір үйір жылқының құнына бола, ата мекен қонысымды сатып жібердім, мен сірә оңбаспын деп еді. Мен бүгін жолға шығарда ерім сынып қалды, бұл жақсы ырым емес шығар. Аға, мен не болса да тағдырымнан көремін, жұртқа қайтамын дейді. Өзі Можантабай момын Қожықтан бұны күтпеген Есберген іші жылып, реңі жібіп сала береді. Сөйтіп, бәрекелді батырдың ұрпағы, бердім батамды дейді. Сөйтіп, екеуі екі жаққа тарайды. Бірі Көкен тауда бетке алады, біреуі Көгілдір тауды бетке алып жол жүріп кетеді. Міне бұл шығарманың мәні ата қонысты, туылған жерді сатпауға үндейді. Одан кейінгі екінші шығарма 11 күз деп аталады. 11 күздің кейіпкері Бөкен деген жас жігіт Алматыға оқуға барып, бір бал жетпей қалып, оқуға түсе алмай қалады. Сөйтіп, ұнжырғасы түсіп отқанда совхоздың директоры шақырып, аға шопанға көмекші шопан болып ұсынады. Басында қалаға жұмысқа барам деп көнбеген Бөкен келіседі. Сөйтіп барып, қойшылардың тіршілігімен, еңбек адамның тыныс тіршілігімен танысады. Алғашында Жәміш қойшы оған қатал қарайды, түсі суық, басқаша болып көрінгенменен, келе-келе оның нағыз еңбек адам екенін, ісіне адал екенін Бөкен түсінеді. Бұл шығармада неше түрлі типтік характерлер бар. Мысалы, көршісі Мырзабек қойшы, Жорға Жұмабек зоотехник, совхоздың директоры, осылай Мәжит деген малдәрігер, бұлардың бәрі дара, әрқайсының болмыс бітімі бар кейіпкерлер шығармада өте сәтті өрілген. Бұл шығарманың мән мағынасы қарапайым ауыл адамдарының еңбегі, олардың бір-бірімен қарым-қатынасындағы нәзік иірімдер, психологиялық драматизмге толы. Шығарманың соңында Бөкен айтады, адалдық дейміз, адалдық қайда? Кеше ғана алған малын бүгін алмадым деп танып кетті. Өзінің адал еңбегімен жүрген адамды азғырып, заңсыз маралатуға, тағы басқа аңдарды атып, қызықшылықпен өмірін өткізуге азғырып, соңында соның бәрін тексеруге келгенде, Жәмішке жауап берген Мырзабектің мінезіне түңіледі. Жас жігіт осының бәрі өмірдің тақтайдай емес екенін түсініп, 10 жыл бойы бала болған 11 жылы 11 күз келгенде өзінің біршама есейгенін түйіндегендей болады. Орта айтқанда 11 күз повесі оқырманды, өскелең жастарды адамгершілікке, еңбекті қадірлеуге, еңбекті сүюге үндейді. Кішкентай ғана жасөспірім бозбала жігіттің өмірге деген көзқарасын көрсетеді. Оның ақ дегені қара, адал дегені аяр болып шыққаны жас жігітті қысқа уақыт ішінде үлкен ересек жасқа жетілдіргендей болады. Бұл шығарма маған қатты әсер еткен тұсы адамдардың мінезінің
құбылуы, өмір дегеннің соншалықты күрделі екенін көрсететін, нәзік иірімдермен көрсететін психологиялық драматизмде толы шығарма. Келесі повесть «Босаға» деп аталады. Ол үш таған. Біріншісі «Ақ ниет», екіншісі «Жылыжайдың қияры», үшіншісі «Сары самауыр» деп аталады. Босаға деген ассоциацияға біріктірген бұл шығармалардың мәні босағаның құны, отбасылық құндылық, отбасылық құндылықты дәріптеуге үндейтін шығармалар. Енді «Ақ ниетке» келетін болсақ, орталық